Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі көркем еңбек сабағындағы ең бірінші бір-бірімізге шарттық шеңбер арқылы тілеп жібереді. Олай болса, шеңберге тұрамыз. Ең бірінші бастаймыз. Сымбат, мен сенің бүгінгі күніңе сәттілік тілеймін. Сіздің қазіргі істеп жатқан ісіне саған сәттілік тілеймін. Аяулым, саған бүгінгі істеп жатқан затың өте әдемі болсын. Тоқжан, бүгінгі күніңе саған сәттілік тілеймін. Тоқмай, бүгінгі жұмысқа саған сәттілік. Жинабат, бүгінгі сенің істеп жатқан жұмысыңа әдемі шықсын. Еркеназ, бүгінгі сенің істегенің осы класста балдардың ең әдемісі болсын. Айша, бүгінгі сабаққа саған жақсы көңіл күй. Жайнар, осы сабақта жасап жатқан бұйымың әдемі. Айбартас, бүгінгі сенің жасап жатқан жұмысың әдемі болсын. Апай, бүгінгі сенің сабағың сәтті өтсін. Рахмет, көп-көп олай болса, орныңызға жайғаса қояйық. Балалар енді өткен сабақты пысықтау үшін біз өткен сабақта не істеген болатынбыз? Шәйнек астына төсегішті өңдедік. Шәйнек астына төсегішті өңдеген болатынбыз. Яғни біз өткен сабақта айналасын қол тігісіменен, торлау тігісіменен өңдеген болатынбыз. Енді сіздерге мынадай сұрақ қояйын. Кестелеу тігісінің жай тігістерден айырмашылығы неде? Жай тігістер не үшін қолданылады? Кестелеу тігісі не үшін қолданылады? Айырмашылығы кестелеу? Айырмашылығы оған безендіреміз. Әдемі сурет саламыз. Кестелеуіміз. Ал жай тігістер, мысалы, жыртылып кеткен жерді бір-бірінен бекіту үшін, біріктіру үшін қажет еткен. Кесте не үшін керек? Кесте бізде азықтарда безендіру үшін. Сурет салу үшін. Сурет салынған суретті безендіру үшін, әдемілеп, кестелеп тігу үшін қажет еткен. Кестелеу жұмысы кезінде нені істеуіміз керек? Қауіпсіздік. Дұрыс айтасың. Енеге жатқан бойымызды әдемі болған. Дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар. Енді қауіпсіздік ережелерін айтыңдар. Біздің кестелеу кезіндегі жаңғас айтады. Инені ұямау және де инені аузына салмау. Қайшыламау және де аузына салмау. Яғни біздің өмірімізге қауіп төнбеуі керек. Сондықтан қауіпсіздік ережесін сақтау еңбек саласының басты міндеті болып табылады. Жақсы, олай болса, енді бүгінгі сабақта біз ең бірінші тапсырмамыз осы шәйнек астына төсейтін төсенішімізді ұлттық нақыштағы өрнектермен безендіреміз. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көркемдік кестеменен бұйымды безендіру деп аталады. Ал сабағымыздың мақсаты өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған ортаның визуалды элементтерінің өнердің көркем тәсілдерін қолданамыз. Және шығармашылық жұмыстармен бұйымдар дайындау үдерісінде қазақтың ұлттық мәдениет элементтерін пайдаланамыз. Яғни біздер бүгінгі шәйнек астына төсейтін төсенішімізді ұлттық нақышта безендіреміз. Олай болса, балалар, қандай ұлттық нақыштағы затты алғыларың келеді? Оюмен безендіреміз. Ол үшін ең бірінші біз не істейміз? Сурет саламыз. Дұрыс айтасыңдар. Олай болса, суреттерімізді салып алыңыздар. Бастырып болдық па, балалар? Олай болса, маған назар аударыңыздар. Біз енді жаңа өзіміз таңдап алған оюымызды қағаздан қиып алып, шәйнектің астына төсейтін төсенішімізге бастырдық. Енді бізге кесте тігу үшін не керек?
ең бірінші кесте тігушінің құралы ине болады. Ине болмаған жағдайда біз кесте тіге алмаймыз. Ине, жіп керек, қайшы керек. Сонымен қатар кестені тек қана қолмен тікпей, кестені арнайы машина арқылы да тігеді. Кергіш керек. Егер де біз кергіш, жаңа бізде болды ғой, міне мынадай кергіштерімізді егер де біз жұмсақ матаға тігетін болсақ, арнайы кергіш керек. Ал егер де біздің тігейін деп отырған матамыз қатты болғандықтан, оған кергіштің керегі жоқ. Жіптің әдейі матаға арналған түрлі түсті жіптер пайдалануға болады, немесе әдейі кесте тігуге арналған мулине деген жіп болатын екен. Бізде бүгінгі таңда инабатта сондай жіп бар, соның тінінен айырып тігуімізге болады. Енді тігу кезіндегі жаңа қауіпсіздік ережесін айттық. Енді матаға жіпті қалай таңдаймыз? Мысалға тек қана ақ жіп алып келіп, кез келген матаны ақ матаны да ақ жіппен тіксек, ол көрінбейді. Біздің салған оюымыз көрінбейді. Сондықтан мына көк матаны ашып тұратын қарама қайшы түсті пайдаланамыз. Кім өзіне қандай түсті жіп ұнап отыр, соны инелерімізге сабақтап аламыз. Енді оқушылар, инемізді сабақтап дайын отырсақ, мен сіздерге кестенің тігетін тігістің түрлерімен таныстырып жіберемін. Бізде айқас тігіс деген тігістер бар. Ол айқас тігістер көбіне кван матасымен тіккенде ол өте ыңғайлы болады. Біз қазіргі таңда тамбурлы тігістен тігеміз. Бізде тамбурлы тігіс дегеніміз мынау. Бізде қазақша оны тышқаныз деп айтамыз, өзімізге таныс тігісі ретінде тышқаныз тігісі дейміз. Бірақ бізде көркемеңбек пәнінде бұл тігісті тамбурлы тігіс дейді. Мынау ілмекті тігіс. Міне мына екеуі айқасты тігіс. Айқасты тігістер көбіне кестелеген кезде және бұйымның шеті сетінемес бұрын, сетінетіп кетпеу үшін етекті тігуге өте ыңғайлы тігістер болып табылады. Ал қазір біздер тамбурлы тігіс арқылы бүгінгі өрнектерімізді кестелеп тігеміз. Олай болса, ең бірінші кестелеген кезде жібіміздің шетін түймейміз. Түйу әдісін мен сендерге өткен сабақта көрсеттім. Олай болса, бастаймыз. Инеміздің жібі міне түйілген жоқ. Ең бірінші өзімізге ыңғайлы бір шетінен бастап, мына өрнегіміз бастырылған жақ, ол беті болып табылады. Мына астынан біз инемізді шығарамыз. Инемізді шығарамызда кішкене ғана қалдырамыз. Сосын оны саусағымызбен былай басып тұрамыз. Енді міндетті түрде қолымыздағы инеміз мындай шеңбер болып айналу керек. Сосын мінекей шеңбердің ортасынан алсаңдар ғана бұл ілмекті тігіс, тамбурлы шов тігіс шығады. Ал егер де ортасынан алмасаңдар шықпайды. Сосын бас бармақтарыңызбен былай жанына басасыңдар да. Мінекей. Мына тігісті ортасынан алмасаңдар шықпайды балалар. Сондықтан астыныз. жұмыстарымызды кішкене тоқтата тұрайық, сергіту жаттығуын жасап жіберейік. Орындарымыздан тұрып, сергіту жаттығуын жасайық. Кел балалар, тұрайық, Алла қанды сұрайық,
bir отырып, bir тұрып, бір сынып алайық. Бас аяқпен отырып, шапалақпен соққырып, бір оңға, бір солға, өзімізді қайнайық. Жақсы, кетіп қалса, жұмысымызды жалғастырамыз. Қараймыз. Міне, жаңа бұзылып кеткен тігістер қайттан қараймыз. Мінекей бас бармақпен шығып тұрған жіпті қайттан басамыз, шеңбер қылып аламыз. Мына шеңбердің ортасынан кіргізіп, сызықтың бойымен шығарамыз. Қайтадан тартамыз. Шыққаннан кейін қайтадан. Бізде бүгін жұмысы шығып атқан, тігісі шығып атқан Еркеназ. Аяулым көрсетші. Аяулымның тігісі, Тоғжанның тігістері жақсы шығып атыр. Айша бізде күшті шығып атқандай, ең үздік шығып атқан бізде Айшаның жұмысы. Балалар. Оқушылар, осыменен бүгінгі жұмысымызды аяқтаймыз. Бізде бұл кестелеу сабағына 4 сабақ беріліп отыр. Келесі сабақта біз осы жұмысымызды әрі қарата жалғастырамыз. Енді кестелеу тігісі бойынша кімнің қандай сұрағы бар? Қиындық туғызды ма? Түсінбей қалған жеріміз көп па? Көп. Келесі сабақта осы түсінбей қалған тігістерімізді әрі қарата жалғастырамыз. Үйден тікпейміз. Түсінікті ғой? Сау болыңыздар. Sağ olun.